Сәлем достар, бүгін сіздермен французша ет рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл тағамды түскі асқа да, кешкі асқа да жасап жесеңіздер өте дәмді және дәмі өте ерекше. Оп-оңай жасалынады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Картопты жіңішке етіп, осылай турап шығамыз. Және помидор, пияздарды да алдын ала турап қоямыз. Дәміне қарай укроп, петрушка және көк пиязды қостым. Сіздер өздеріңізге ұнаған ас көктерді қолдансаңыздар болады. Міне барлығын турап алдық. Енді табаға осындай кішкене май құямыз және барлық жеріне жағып шығамыз. Ең астына картопты бір қатар етіп, тізбектеп орналастырып шығамыз. Оның бетіне дәміне қарай тұз сеуіп, майонез жағамыз. Енді тартылған етке дәміне қарай тұз, бұрыш салып араластырамыз. Тартылған етті картоптың үстінен бір тегіс етіп орналастырамыз. Еттің үстінен туралған пиязды салып, үстінен майонез жағамыз. Енді тағы да картоптарды тізбектеп орналастырып шығамыз. Үстінен тұз сеуіп, майонез жағамыз. Соңғы қатарға да осылай қызанақты тізбектеп орналастырып шығамыз және дәміне қарай тұз сеуіп, майонез жағамыз. Міне біз барлығын рет-ретмен орналастырып шықтық. Осы уақытта біздің пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз және қызып тұрған пешке салып, біздің тартылған ет пен картопты піскенше пісіріп аламыз. Енді ол шамамен 40-60 минут ішінде піседі. Әркімнің өзінің пешіне байланысты. Ол пісемін дегенше біз ірімшікті үкіштен өткізіп алып, оның кішкене бөлігін қаймаққа салып араластырамыз және қалған бөлігін үкіштен өткізіп қоямыз. Қаймаққа мен кішкене ас көкті салып араластырып қойдым. Ол өте керемет дәм береді. Міне пісті. Енді бетіне қаймақ пен ірімшік қосылған массаны бір келгі етіп жағып шығамыз.
және осылай ірімшікті үстінен себелеп шығамыз. Және дәмін келтіру үшін бетіне аскөк себеміз. Сосын 180 градуста тағы да 5-10 минутқа пешке салып аламыз. Міне біздің французша етіміз дайын, өте дәмді болып шығады, керемет. Және бетіне осылай көк пияз септім. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Нағима ас болсын.